мына жердің аумағы барлығы 170 квадрат. Осы 170 квадратта дәл қазір 12 жәшік тұр. Сіздердің сұрақтарыңыздың көбі осы жәшіктер жөнінде болғандықтан, осы жәшіктерді қалай мен асырап жатырмын, қалай осында процесстер болып жатыр, соны қазір қысқа айтып беремін. Ең бірінші, міне жерге біз ферментированный подстилочный малдың астындағы көң 4 рет 55 пен 65 градуста қыздырылған, одан кейін 4-ші реттен кейін жайылып далада жайып тастаймыз да суытып, содан кейін далада үйіп қоямыз. Үйіп қойған жерден әкеліп міне жерге өзімізге керектісін осында жинаймыз. Ешқандай қызбайды түгел. Содан кейін мына осындай ыдысқа салып, міне жерге дейін суды кешкісін толтырып қоямыз. Таңертең міне жерде міне ағып, анау канализацияға ағып кетеді. Содан кейін сылаушындарға беріп тұрамыз. Бұл жердің астының түгелі жылы еден, теплый пол дейді ғой. Міне жерден ыстық су келеді. Мына қабырғаның ар жағында пеш тұр. Мынау ыстық су келеді. Мынау су қайттан айланып кетеді. Мынау біздің шығарып жатқан сұйық биогумусымыз, гумин кезет деп аталады. Ал енді мына жәшікке келетін болсақ, бұл жәшіктің ұзындығы 2 метр, ені 70 сантиметр, биіктігі 1/20. Менің қолымда қандай материал болды, мен содан жасадым. Бұл жерде бір қатып қалған размер жоқ, өлшем жоқ. Әркімнің өзінің жағдайына байланысты. Полдан міне 20-25 сантиметр жоғары тұр. Ең бірінші бұған 10-15 сантиметр көңді салып алдық. Көңді салып алғаннан кейін ішіне мөлшермен 3000-5000-дай сылаужын салынды. Содан кейін бір 10 шақты күннен кейін қосымша тамақ бере бастадық. Бергенде жұмасына 1 рет 3 шелектен беріліп отырды. Содан кейін мөлшермен осы бір маңға келген кезде көзбен қарап, ол беріп жатқан тамағымыздың аздығын білдік те, жұмасына 2 рет беретін болды. Бірақ 5 шелектен. Жұманың басында 5 шелек, ортасында 5 шелек. Содан кейін мөлшермен осы маңға келді, шұбалшындар ішінде көбейді. Сол кезден бастап біз жұмасына 3 рет тамақ беретін болды. Бергенде дүйсенбі күні 5 шелек, сәрсенбі 5 шелек, сенбі күні 5 шелек береміз. Содан кейін аптаның 2 күні мысалы кішкене беті құрғайтын болса, міне мынандай пульверизатормен суды сеуіп қоямыз. Осын бет жағы енді кей кезде кебеді ғой, сол кезде осымен суды шашып қоямыз. Содан кейін бұның беті міне мынандай өте жақсы материал. Енді дихандар білет, теплицада пайдаланады ғой. Осымен жауып қоямыз, өте жылуды жақсы ұстайды. Бұл жердің қазіргі мына жердің тұрған жердің температурасы міне 15 градус болып тұр. Ал енді мынаның іші міне 22 градус болып тұр. Температуралық есі осындай болып тұр. Одан кейін енді ылғалдылығы, міне қолмен қыстым, міне ылғалдылығы 80% ылғалдылық болып тұр. Содан кейін жұмасына 2 рет енді ашамен мынаған тігінен
қадаймыз, соны ырғаймыз. Сөйтіп, газын шығарамыз. Ешқандай қопармаймыз, төңкермейміз. Осындай ақшамен газын шығарып аламыз. Енді мынау толғаннан кейін, міне жерді байқасаңыздар, міне жерде мына тақтай ағарып тұр, міне. Осы тақтайды аламыз. Осындай тақтай, осындай мөлшерде ар жағында бар. Екі жағын алып алғаннан кейін мына темірді аламыз да тігіден осылай тығамыз. Сонда бұл бер жақтан кіріп, ар жағынан бір-ақ шығады. Мыналардың әрқайсысының аралары мөлшері бір қанша деп айтуға болады. 10 сантиметр, 7 сантиметр аралықта осыны түгел осы жерге киіледі. Киіліп болғаннан кейін мында темірлер кіріп тұр. Бір тақтай мынау тұрады, мына екі тақтайды алып тастаймыз. Мына екі тақтайды алғаннан кейін ішіндегі биогумусты алып аламыз. Енді биогумус өте сапалы. Енді мен шұғылданғалы 8 жыл болды. Енді Қазақстанның бірталай жерінде биогумустарды қолыммен ұстап жүрмін. Содан кейін енді өзімдікі болғанын мақтап тұрғаным жоқпын. Өте барқыт, сондай сапалы. Ол сапалығын және біз сұйық биогумус шығарған кездегі технологтардың да айтып жүргеніне салыстырғанда өте сапалы биогумус шығады. Содан кейін биогумусты алып болғаннан кейін қайттан мына екеуі тақтайды орнына қоямыз. Қойған кезде енді мына тақтайларды жиі алғаннан кейін мына жерде біз түгелі саморезбен жасағанбыз ғой. Бұл жайшек емес. Содан кейін енді қазіргі уақытта біз мына төбедегі профилистің шегелерін пайдаланатын болдық. Басы міне мынандай, міне. Өйткені анау алынбайды екен біраздан кейін. Міне қазіргі пайдаланып жатқанымыз осындай шегелерді пайдаланып жатырмыз. Ал енді жәшік жөнінде түгелін айтып болдым. Міне жердегі биогумусты алып болғаннан кейін алып аламыз да биогумусты міне жерге үйіп қоямыз. Бұл жерге үйіп қойғандағы мақсатымыз бұл 2-2,5 ай осы жерде үйіліп тұрады. Сонда мына ауамен кислород арқылы гуминный кислотность көтерілу үшін осылай салып қоямыз. Биіктігі 1,5 метрден асады. Содан кейін міне байқасаңыздар жәшіктер салып қойғанбыз. Бұл жәшіктердің ішіне жаңадан субстрат ылғалдылы. Сонда бұл биогумустың ішінде кеткен шұбалшындар, кокондары түгелі мына салып қойған тамаққа келеді. Бұл тамақты бір 4 күнде бір рет мына жәшіктерге алып салып отырамыз, қайттан салып қоямыз. Сонда ішінде бұның өте көп шұбалшын шығады. Содан кейін 2,5 ай, кей кезде 3 айға дейін жатып қалатын уақыттар болады. 2 айдан артық айту. Содан кейін бұл жерден аламыз да мына сепараторға мыннан саламыз. Салып болғаннан кейін бұл өзі электродвигателі бар. Мен өзім қолдан жасап алғам. Мына астына таза биогумус түседі. Міне жерден енді артық нәрселердің түгел осы жерге түседі. Енді тас болады, стекло болады, сондай нәрселер. Сол тас, мынау артық нәрселерін алып тастаймыз да біз қайттан мына жәшіктерге саламыз. Содан кейін бұның астындағы биогумусты алып алып, мынау темірден жасағанбыз. Мөшекке ыңғайлы, бір адам өзі ғана істей береді. Міне биогумусты осында саламыз. Мөлшермен осындай мына ұнның қабы осыған 70 литрдей биогумус кетеді. Біздің міне мынаны бір айландырып көрсетсе болды.
болды.